Ассаламу алейкум, Асхабу Суфа каналына қош келдіңіз. Біз бүгінгі видеода қай кезде оразаның қазасы өтелу керек, сол туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Егер адам азық ретінде жеуге дағдыланбаған нәрселерді ішіп жеп қойса, оразаның қазасы өтеледі. Мысалы, тас, топырақ, піспеген күріш, шикі қамыр, ұн секілді нәрселерді жеу. Әлі іші толмаған жаңғақ пен кепкен пістені қабығымен жұтып жіберу. Бұлар әдетте азықтану үшін қолданылмайтын заттар болғандықтан тек қазасы өтеледі, каффарат қажет емес. Артқы жыныс мүшесіне свеча қою, әрі дәрі ағызу. Мұрынға дәрі тамызу, тамаққа май құйғышпен сұйықтық өткізу, бастағы немесе қарындағы жараға жағылған дәрінің денеге, асқазан мен миға енуі. Жаңбыр мен қар бұршақты байқаусызда жұту. Дәрет алу барысында мұрын мен тамағын шайғанда байқаусызда кеңсіріктен судың өтіп кетуі. Өз қалауымен біле тұра мұрнымен немесе аузымен түтін жұту. Ұйықтап жатқан адамның аузына су құйып жіберген жағдайда оразасы бұзылады, қазасын өтеу қажет. Ораза екенін ұмытып тамақ жеп қойған адамның оразам бұзылды деп ойлап тамақ ішіп қоюы. Бұл жағдайда қазасы өтеледі. Тістерінің арасында қалып кеткен ноқаттай нәрсені жеу, өз қалауымен құсу, мейлі ауыз толтыра құсын, мейлі ауыз толтырмасын. Ауыз толтыратындай мөлшерде еріксіз келген қақырықты жұту. Сәресі уақыты өтіп кеткенін білмей тамақ жеп қою. Күн батты деп уақыт болмай тұрып ішіп жеу. Әйелін сүю, құшақтау нәтижесінде әйел мен еркектен мәнидің келуі. Құмарлық сезімі нәтижесінде мәзидің келуімен ораза бұзылмайды. Рамазан айында ораза ұстауға ниет етпей тамақ ішіп жеу. Бірақ жоғарыда да ескерткеніміздей, себепсізден себепсіз ораза ұстамау үлкен күнә. Сондықтан ондай адамдарға тәубе жасау қажет болады. Қан жұту. Ауыздағы қанның көлемі түкіріктен көп болса ораза бұзылады. Мастурбация, яғни истимна, қолмен мәни ұрық шығару.